Ақтаудағы Астана алаңында президентке кандидат Нұрсұлтан Назарбаевты қолдауға арналған форум өтті. Алдағы сайлауда елбасы кандидатурасын қолдауға бірнеше мың адам жиналды. Олардың ішінде Нұрсұлтан Назарбаевтың республикалық қоғамдық штабының, Қазақстан 2020 жалпыұлттық демократиялық күштер коалициясының, қоғамдық және жастар ұйымдарының өкілдері бар. Форумға қатысушылар қазақстандықтарды өз отанының болашағына бейжайлық танытпай, алдағы сайлауға белсенді қатысуға шақырды. Ақтаудағы Астана алаңына 7 мыңнан астам адам келді. Олардың ішінде түрлі мамандық иелері мен алуан әлеуметтік топтардың өкілдері бар. Мұнайшылар, мұғалімдер, қоғамдық бірлестіктердің өкілдері, дәрігерлер, өнер қайраткерлері, студенттер. Бәрі де қазіргі мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың ұстанған бағытын қолдау үшін жиналған. Саяси және экономикалық тұрақтылық, елімізді мекендеген ұлттар мен ұлыстардың бірлігі, бүкіл Қазақстан халқына ортақ жетістік дейді форумға қатысушылар. 3 сәуір күні елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлына дауыс беруге шақырамын. Бұл да берген дауысымыз еліміздің ертеңгі күніне, біздің еліміздің бағыты алған бағытына берген дауысымыз қазақ елдің келешегі, біздің өркендеп дамуымыз. Сондықтан да бірге болайық ағайындар. Елбасының күнделікті жұмысы қазақстандықтардың әл-ауқатын көтеріп, тұрмысын жақсартуға бағытталған. Сондықтан біз алдағы сайлауда оның кандидатурасын таңдаймыз дейді форумға қатысушылар. Болашақтың іргесін бірге қалаймыз деген ұстанымын ұран етіп, болатын сайлауға бір ауыздан отсүйікті отанымыз үшін, оның жарқын болашақ үшін елбасы Нұрсұлтан Назарбаев үшін дауыс беретіндігіне сендіре отырып, бүкіл Қазақстан халқын сайлау күні елбасы Нұрсұлтан Назарбаевқа дауыс беруге шақырамыз. Жалпыұлттық демократиялық күштер коалициясы Ақтау халықаралық теңіз портының ұжымымен кездесу өткізді. Қазақстандық порт жарақталуы жағынан қазіргі таңда Каспий жағалауындағы теңіз айлақтарының ішінде көш басында тұр. Республикалық штаб жетекшісі Нұрлан Нығматуллин теңіз портының жаңартылуы елбасының бастамасымен жүзеге асқанын атап өтті. Қазақстанның теңіз қақпасы арқылы өтетін жүк айналымы да жыл сайын артып келеді. Үдемелі индустриалды инновациялық даму стратегиясы аясында порт солтүстік бағытта кеңейтілуде. Бұл еліміздің батыс аймағының экономикасын қарқынды дамытуға қосымша мүмкіндіктер тудырып отыр. Қазақстан Каспий теңізіндегі ықпалын күшейте бермек. Біздің жұмысымыз өте жақсы, жалақымыз тұрақты. Жалпы кәсіпорынның және Қазақстанның болашағына деген сеніміміз зор. Сондықтан біз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың кандидатурасын дауыс береміз. Мен әр дауысты бергенде Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа бердім. Келешекте алдымызда да 3 сәуірде болатын сайлауда Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа беремін. Кәсіпорын жұмысшылары Нұрсұлтан Назарбаевтың кандидатурасына бірауыздан қолдау білдірді. 3 сәуір күні олар елбасына дауыс бермек. Хадиша Әлімқызы, Денис Онищенко, Ринат Дусалиев, Хабар агенттігі.